Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Иван Трубицын атындағы номер 17-ші жалпы білім беретін мектеп гимназиясының орыс сыныптарында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бектіғұлова Назира Мақұлбекқызы. Қазіргі ұсынатын сабағым 11-ші сынып білім алушыларына арналған. Сабақтың тақырыбы Түркістандағы қасиетті тайқазан. Бұл сабақтың мақсаты Түркістандағы тайқазан туралы білімдерін кеңейту, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру. Қазақ тілінде өз ойларын жүйелі жеткізе отырып, сауатты сөйлеу дағдыларын дамыту, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелеу. Оқушылардың жан-жақты білімдерін тексеру мақсатында қабырғадағы сұрақ әдісі арқылы мынандай сұрақтарға жауап береді. Ұлттық құндылықтарға не жатады? Қазақстан жеріндегі тарихи ескерткіштер туралы не білесің? Ұлттық құндылықтардың қандай түрлері бар? Еліміздегі ұлттық жәдігерлер мен тарихи ескерткіштер, мәдени мұраларды білу, тану әрбір ұрпақтың міндеті. Қазір оқушылар тыңдау, көру, орындау әдісі арқылы бейнежазба ұсынылады. Осы бейнежазбада болжау әдісін пайдалана отырып, ұлттық құндылықтарды анықтайтын болады. Астанада отбасым атты ұлттық құндылықтар орталығы жұмыс істейді. Ол халқымыздың ұлттық мәдени мұрасын сақтап, шаңырақ көтерген жастар салт дәстүрімізді білсін, ата-бабаларымыздың өнегелерін үйренсін, бойына сіңірсін деген мақсатпен құрылып отыр. Бұл жерге келгендер қазақ тарихымен, мәдениетімен, ұлттық тағамдарымен, әдет-ғұрыптарымен таныса алады. Орталық Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен құрылған. Бірнеше әйел бірігіп, осындай орталық құру туралы бастама көтердік. Бұл ойымызды 2012 жылдан бері қалай жүзеге асырсақ деп жүрген едік. Сосын, оны ұлттық комиссияның қарауына ұсынып, міне жобамыз қолдау тапты. Отбасым орталығы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен құрылды. Қоғамдық бірлестіктің атқаратын маңызды міндеттерінің бірі неке және отбасы институтын сақтау. Бұл жастардың осы ұлттық құндылықтарды терең түсініп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін қажет. Сонымен бірге орталық түрлі бағыттағы мәдени шараларды ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Жақында біз қазақ мәдениетіндегі ұлттық әшекейлер көрмесін ұйымдастырдық. Онда біз қазақтың қыздары таққан шашбау, шаштеңге, шолпы сияқты әшекейлерді ұсындық. Өте керемет көрме болды. Қазақ халқы өзінің қонақжайлылығымен танымал. Үйге келген қонақты әрқашан құшағын айқара ашып, қарсы алып, дастархан жайған. Орталық қызметкерлері қазақтың ұлттық тағамдарын дайындау әдістерін қайта жаңартуды көздеп отыр. Олар бүгінгі күні ұмыт болып бара жатқан пайдалы тамақ түрлерінің рецептілерін жинау үшін еліміздің барлық өңірлерін аралап келді. Оқушылар, осы бейнефильмнен не көрдіңіздер? Нұр-Сұлтан қаласында қандай мәдени орталық ашылған екен? Бұл орталықтың мақсаты қандай? Келесі жұмысымыздың түрі тыңдау, көру, орындау әдісі арқылы бейнежазбадағы Түркістандағы тайқазанның тарихы туралы ақпаратты ұсынамыз. Осы ақпаратты сіздер мәтін бөліктерінің мазмұнына қарай дұрыс орналастырасыздар, өте мұқият тыңдап отырыңыздар. Ал тағы бір мерейтой, биыл тайқазанның құйылғанына 620 жыл, ал оның Түркістанға келгеніне 30 жыл толып отыр.
Осыған орай тарихи нышанның құйылған жері Қарнақ ауылында ауқымды шара болып өтті. Аталған басқосуға археолог ғалымдар мен тарихшылар және сол кездегі ұсталардың ұрпақтары қатысты. Тағылымды шара кезінде Тайқазан жайлы тарихи естеліктер айтылып, оның елге оралу кезіндегі жайттары сөз болды. Тайқазан жайлы тарихи дерек пен аңыз әңгімелер өте көп. Тек ақиқат біреу, ол тарихи нышанның Қарнақ жерінде сирек кездесетін 7 түрлі металл қоспасынан құйылғаны. Қолда бар мәліметке мән берсек, Тайқазанның жалпы салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр. Бүгінде қазан құйылған пеш орны анықталып, сол кезде ол жерде жұмыс істеген шеберлер жайлы зерттелуде. Бұл қазанның тарихы өте мол. Оның әр түрлі мәліметтері, ғылыми мәліметтері бәрімізге белгілі. Біріншіден Тайқазанымыздың дүние жүзіге танылған мұрасын, мұрагерлігінің тарихыны таныту, яғни осы Қарнақ ауылында Әбділәзиз Тәбрези басшылығында Қарнақ ақлы құйған қазандыр. Тарихи деректерге сүйенсек, Әмір Темір тапсырмасымен құйылған қазан 1936 жылы сол кездегі биліктің тапсырмасымен Санкт-Петербордағы Эрмитажға Иран шеберлерінің көрмесіне қою үшін алып кетеді. Жарты ғасырдан астам уақыт сонда тұрып, 1989 жылы тарихи отанына қайтарылады. Бір 12. Балалар, сіздер көрген бейнефильмнің мәтіні оқылым тапсырмасына беріліп отыр. Мәтіннен түсінген ақпаратты мазмұнына қарай дұрыс орналастыру қажет. Ол үшін мынадай тапсырма түрі ұсынылады. Мәтін мазмұны 5 бөлікке бөлініп, әріптермен белгіленген. Сіздер мазмұнын дұрыс орналастыру үшін әріптерді сандық нөмірмен белгілейсіздер. Өте мұқият болыңыздар. Бұл күнде Тайқазан, Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде Қазақстан атты үлкен шаңырақтың берекесінің, тыныштығы мен бірлігінің нышаны қызметін атқарып тұр. Түркістандағы қасиетті Тайқазан тарих еншісіндегі үлкен ескерткіш. 6 ғасырлық тарихты арқалаған осы құндылық туралы бүгінгі ұрпақ біліп жүруі қажет. Өткен тарихты білу болашаққа бастар жол. Өз тарихы мен мәдениетін терең ұғынып, ұлттық құндылықтарын шын бағалай білетін халықтың ғана болашағы мәңгі болмақ.